Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай әдемі және де жұмсақ болып шығатын сүзбеден рогаликтер жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен біз өзімізге қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Сүзбе мен сары майымызды видеода көрсетілгендей етіп араластыратын боламыз. Аталған екі қоспамызды араластырып болғаннан кейін оның үстіне қант қосамыз. Қантты да араластыратын боламыз. Қантымызды араластырып болғаннан кейін ұнымызды және разрыхлителді бірнеше бөліктерге бөле отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз басында бір қиындық туғызуы мүмкін, бірақ артынша барлық қоспаларымыз бірігіп, қамырымыз дайын болады. Дайын болған қамырды екі бөлікке бөліп оқтаумен жаятын боламыз. Қамырды қатты жұқа етіп жаюдың да қажеті жоқ. Менде үйде осындай пышақ бар. Осы пышақпен кесетін боламын. Сіздердің де үйлеріңізден табылады деп ойлаймын. Егер жоқ болған жағдайда өздеріңізге ұнайтын кез келген пышақтарыңызбен кесе берсеңіздер болады. Осындай, міне үлкен жағынан бастап орап, әдемілеп рогаликтер жасайтын боламыз. Рогаликтердің ішіне өз қалауларыңызша кез келген начинка қолданып жасай берсеңіздер болады. Мен бұл жерде начинкасыз жасадым, бірақ қазір бетіне қант себетін боламын. Мен видеода екі қамырды да жайып алдым. Барлығын бірге пісіретін боламын. Енді рогаликтерді осындай формаға орналастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қант септім. Енді рогаликтерді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Рогаликтеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.